Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен физика пәні мұғалімі Балхибекова Айжан Маратовна боламын. Бүгін біз сіздермен 8-ші сыныптан физикасын қарастыратын боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жылу мөлшері, заттың меншікті жылу сыйымдылығы. Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен жылу мөлшері анықтамасымен танысамыз, заттың меншікті жылу сыйымдылығы түсінігімен танысамыз, және жылу мөлшерін анықтауға берілген бірнеше есептерді шығаруды үйренетін боламыз. Енді балалар, жылу мөлшері деген ұғымды қарастыру үшін бірінші тәжірибені жасайық. Ол үшін бірдей ыдысқа көлемі әртүрлі суды құямыз. Бірінші ыдысқа массасы 1 килограмм суды, екінші ыдысқа массасы 2 килограмм суды құямыз, және екеуін бірдей температураға дейін қыздырамыз. Бұл тәжірибеде байқайтынымыз, массасы 2 килограмм суға 2 есе уақыт көп жұмсалады. Себебі неғұрлым масса көп болған сайын, соғұрлым жылу мөлшерінде көп қажет етеді. Бұдан шығатын қорытынды жылу мөлшері заттың массасына тура пропорционал болады екен. Келесі тәжірибені қарастырайық. Жылу мөлшерінің температураның өзгерісіне тәуелділігін сипаттайық. Ол үшін бірдей ыдысқа массасы бірдей 2 килограмм суды құяйық. Бірінші ыдысты 20 градус Цельсий температураға дейін, екінші ыдысты 60 градус Цельсий температураға дейін қыздырайық. Бұл тәжірибеден байқайтынымыз, неғұрлым суды жоғары температураға дейін қыздыратын болсақ, соғұрлым көп уақытты қажет етеді. Сонда екінші ыдыстағы суға 3 есе жылу мөлшері қажет болады екен. Бұдан шығатын қорытынды жылу мөлшерінің температураның өзгерісіне тәуелді болатындығын байқадық. Келесі тәжірибені қарастырайық. Үшінші тәжірибеде қандай да бір ыдысқа су құяйық. Ол ыдыстың ішіне бірдей ыдыстарға бірдей мөлшерде екі түрлі сұйық құяйық. Бірінші ыдысқа май, екінші ыдысқа суды құя отырып қыздыратын болсақ, және екі түрлі сұйықтың температурасын өлшейтін болсақ, майдың температурасы 45 градус Цельсий, ал судың температурасы 30 градус Цельсий екендігін байқауға болады. Бұдан шығатын қорытынды жылу мөлшері заттың тегіне тәуелді болады екен. Енді балалар, сонымен бізден жылу мөлшері деген ұғымымыз заттың тегіне, заттың массасына және температура өзгерісіне тәуелді болады екен. Жылу мөлшерін латынның Q деген әрпімен сипаттаймыз. Мұндағы Q жылу мөлшері, өлшем бірлігі ретінде джоульді аламыз. Т1 бастапқы температураны, Т2 соңғы температураны білдіреді. Ал температура өзгерісі дегеніміз дельта Т. Соңғы температурадан бастапқы температураны алып тастағанға тең болады екен. Сонымен балалар, жылу мөлшерінің негізгі формуласы Q тең См Т2 азайтылған Т1. Мұндағы С деп отырғанымыз заттың тегін сипаттайтын меншікті жылу сыйымдылық деп аталатын физикалық шама. Сонымен, заттың меншікті жылу сыйымдылығы деп 1 килограмм затты 1 Цельсий градусқа жылытуға қажетті жылу мөлшеріне тең болатын шаманы айтады. Заттың меншікті жылу сыйымдылығын латынның С деген әрпімен белгілейміз. Заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтау үшін жылу мөлшерін дененің массасы мен температураның өзгерісінің көбейтіндісіне бөлеміз.
Мұндағы С деп отырғанымыз заттың меншікті жылу сыйымдылығы деп аталатын шама екен. Заттың меншікті жылу сыйымдылығының халықаралық бірліктер жүйесі ретінде джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус Цельсий қолданылады. Заттардың меншікті жылу сыйымдылығы тегіне қарай әртүрлі болады. Және де біз меншікті жылу сыйымдылығын ешқандай да есептеп анықтамаймыз. Олардың барлығы тұрақты шама. Мысалға, ауаның меншікті жылу сыйымдылығы 1000 джоуль бөлінген килограмм градус Цельсийге тең болса, судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус Цельсийге тең екен. Сонымен қатар балдар, әртүрлі заттардың меншікті жылу сыйымдылығы әртүрлі болып табылады. Және де барлық заттардың меншікті жылу сыйымдылығы бізге дейін бірнеше тәжірибелердің нәтижесінде анықталған, олардың барлығы тұрақты шамаға тең. Енді балалар, бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болса, бірнеше есептердің шығару жолдарын қарастырайық. Бірінші тапсырма. Массасы 400 грамм болатын денені 40 Цельсий градустан 80 Цельсий градусқа дейін жылыту үшін 16 килоджоуль жылу мөлшері қажет. Дене қандай заттан жасалған? Бұл тапсырманы орындау үшін балалар, біз бірінші есептің шартын құрастырып алайық. Мұндағы М тең 400 грамм, Т1 бастапқы температурамыз 40 Цельсий градусқа тең, Т2 соңғы температурамыз 80 градусқа тең, және де жылу мөлшері 16 килоджоульға тең. Біз заттың неден жасалынғандығын анықтау үшін заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтауымыз қажет. Бірінші есепті шығармас бұрын, біз есептің берілген шартындағы физикалық шамаларды халықаралық бірліктер жүйесіне түрлендіріп аламыз. Мұндағы 400 грамм тең 0,4 килограмм, және 16 килоджоуль тең 16000 джоуль. Енді балалар, есепті шығару үшін негізгі формуланы қолданамыз. Жылу мөлшерінің негізгі формуласы Q тең Cm Т2 азайтылған Т1. Біз осы формуладан меншікті жылу сыйымдылығын анықтау керекпіз. С тең Q бөлінген масса көбейтілген Т2 азайтылған Т1. Біз меншікті жылу сыйымдылығын анықтау үшін формулаға физикалық шамалардың мәндерін апарып қоямыз. Сонда 16000 джоуль бөлінген 0,4 килограмм көбейтілген 80 Цельсий градус азайтылған 40 Цельсий градус тең 1000 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген Цельсий градус болады екен. Енді балалар, біз кестеге қарайтын болсақ, 1000 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус Цельсий ауаның меншікті жылу сыйымдылығына сәйкес келеді екен. Сонда балалар, біздің есебіміздің жауабы бұл зат ауа екендігін анықтадық. Келесі тапсырма. 2 литр суды 40 Цельсий градус температураға дейін қыздыру үшін қандай жылу мөлшері қажет? Судың бастапқы температурасы 8 градус Цельсийға тең. Енді балалар, есепті шығару үшін есептің берілген құрастырып алайық. Бізде берілгені көлемі тең 2 литр, бастапқы температура 8 градус Цельсий, соңғы температура 40 градус Цельсий, және біз кестеден судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус Цельсий екендігін анықтап жазамыз. Және де балалар, біз судың тығыздығын жазамыз. Біз 7-ші сыныптан білеміз, судың тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Енді балалар, есепті шығармас бұрын, біз есептің берілген шартындағы физикалық шамаларды халықаралық бірліктер жүйесіне түрлендіреміз. Бұл жерде көлемнің негізгі бірлігі метр кубпен алынатынын біз 7-ші сыныптан жақсы білеміз.
Сонда балалар 2 литр тең 2 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі метр кубқа тең болады екен. Енді балалар, біздің есептің шартында жалпы жылу мөлшерін анықтау қажет болатын. Енді есепті шешу үшін негізгі формуланы жазамыз. Біз бүгінгі тақырыпта жылу мөлшерінің Q тең Cm Т2 азайтылған Т1 екендігін білдік. Мұндағы М деп отырғанымыз заттың массасы. Естерінде болса, біз сіздермен 7-ші сыныпта заттың массасы тығыздық пен көлемнің көбейтіндісіне тең екендігін қарастырғанбыз. М тең ро көбейтілген В. Сонда балалар, заттың массасының формуласын негізгі формулаға апарып қоятын болсақ, Q тең С көбейтілген ро көбейтілген В Т2 азайтылған Т1 болады. Енді балалар, есептің шығару үшін формулаға мәндерін апарып қояйық. Сонда балалар, біздің жылу мөлшеріміз 268.800 джоульға тең болады екен. Жауабы 268.800 джоуль. Немесе балалар, бұны біз сипаттап 268,8 килоджоуль деп жазсақ та қателеспейміз. Енді балалар, есептің шығару жолдары сіздерге түсінікті болса, сіздер өздеріңіз бірнеше өзіндік жұмыс тапсырмасын орындаңыздар. Бірінші тапсырма. Алтынның меншікті жылу сыйымдылығы 130 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус Цельсий. Бұл нені білдіреді? Екінші тапсырма. Бірдей мөлшерде жылу алғаннан кейін массалары бірдей екі дененің, су мен кірпіштің қайсының температурасы жоғары болады? Үшінші тапсырма. Массалары бірдей ағаш және күміс қасықтарды суға батырса, екеуі бірдей жылу мөлшерін алама? Ал балдар, сіздерге сәттілік, өзіндік жұмыс тапсырмасын жақсы орындайды деп сенемін. Сонымен балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.